Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Жасым бар болғаны 9-да еді. Әкем оқыс жағдайдан көз жұмды да, өміріміз тас-талқан болды. Анам бізді асырай алмай, інім екеумізді жетімдер үйіне өткізді. Ол кезде інім бар жоғы 4 жаста ғана еді. Әлі күнге дейін құлағымнан кетпейді інімнің жан дауысы, зарлы айқайы. Мама, кетпеші. Бізді тастама. Деп жер тепкілеп жылағаны әлі көз алдымда. Тәрбиешілер қолынан тартып әкеткен сайын, ол анасына ұмтылып қайта-қайта құлап жатты. Ал мен ес білгендіктен бе, тым жуас болдым. Жылап жатқан ініме қарап, анамның алдында көз жасымды көрсетпедім. Әкем тірі кезінде еркек деген жыламайды деп жиі айтушы еді ғой. Сол сөзді есіме алып, сырттай берік тұрғандай болдым. Бірақ ішім алай-дүлей, жүрегім қарс айырылып бара жатты. Әжетханаға қарай жүгіріп барып, ешкім көрмейтін жерде ғана көз жасымды төктім. Жылап-жылап өксігімді баса алмай біраз отырдым. Сол сәттен бастап өзіме серт бердім, ініме әке де, ана да боламын деп. Жетімдер үйінде бізді 2 бөлек бөлімге бөлді. Ара-тұра ғана тәрбиешілер аяп екеумізді кездеретін. Сонда інім жүгіріп келіп құшақтап алатында, көзіне жас алып сыбырлайтын. Аға, сен қасымдасың ғой. Сол сөз мені сындырмай қайта өмірге байлап тұрды. Күндер жылжып өте берді. Жетімдер үйінің қақпасы біз үшін темір тор секілді еді. Әрбір таң атқанда жүрегім бір-ақ тілекті тілейтін, інім аман болсын. Қалғанның бәріне шыдауға дайынмын. Інім кішкентай болса да, өмірдің ауырлығын ерте сезінді. Кейде тәрбиешілер бірге болуға рұқсат береді. Сонда түндері ұйықтар алдында маған қарап: Аға, бізді мама алып кетеді ғой, иә, деп сұрайтын. Мен басынан сипап, үнсіз ғана жымиып қоятымын. Бірақ ішім қан жылап тұратын. Арада жылдар өтті. Біз өсіп жетімдер үйінің қатаң тәртібіне үйренгендей болдық. Бірақ жүрек ешқашан үйренбеді. Әрбір мерекеде, басқа балалар секілді біз екеуміз терезенің түбінде үнсіз ғана қарап отыратынбыз. Сол сәттерде інімнің қолынан қысып: Қорықпа, біз жалғыз емеспіз. Бізде бір-біріміз бар дейтінмін. Інім мектепке барды. Ақылды, тынымсыз, елгезек бала болып өсті. Тәрбиешілер де оны жақсы көретін. Ал ол болса әр сабақтан кейін жүгіріп келіп маған бәрін айтып беретін. Аға, мен 5 алдым. Аға, мен сурет салдым деп қуанышымен бөліскен сайын менің кеудемді мақтаныш кернейтін. Білмеймін, інім үшін өлуге де дайын едім, қатты жақсы көрдім. Інімнің білімді болғаны үшін өз арманым мен болашағымнан бас тарттым. Жетімдер үйінен шыға сала ауыр құрылыста жұмыс істеп банкке ақша салып жинадым. Інімнің оқуы үшін өзім сол құрылыстың сыз жеріне жата салатымын. Сонда өзімді мүлдем ойламадым. Жылдар сырғып өтіп жатты. Інімді аялап өсіру үшін өзімді ұмыттым. Белім мен бүйрегім ауырса да ешкімге шағымданбадым. Ақшаны жинап інімді оқыттым. Пәтер жалдап жүрдік. Үйдің де, тамақтың да, киімнің де барлық қамын өзім мойныма алдым. Күнім-түнім еңбектенсем де, інімнің көзіне қуаныш сыйлау маған ең үлкен бақыт еді. Сол бір күндердің бірінде құрылыс жақта жұмыс істеп жүргенімде ажырасқан бір келіншекке көзім түсті. Оның да тағдыры қиын екен, баласы бар, бірақ анасының қолында тұрады. Күн сайын көзіміз түйісіп қала беретін. Ол мені көрсе мөлдіреп ұзақ қарайтын болды. Бір түрлі жанар ішінде сағыныш та бар, аяныш та бар, ал бәлкім жылулық іздеген жүректің үнсіз сыры да бар сияқты. Мен ондай сезімге дайын емеспін деп ойласам да, жүрегім бір түрлі елжірей бастады. Өйткені өзімде жылулықтан қатты тарығып жүрген едім. Арамыздағы сезімді қасымдағы жігіт сезгендей: Мәке, ол келіншекке барсаң тегін бере сала. Барып беліңді суытып қайтпадың ба, деді. Жақтырмадым әлгі жүгірмектің сөзін. Ол келіншекті ондай жаман жолдағы жанға қимай ұзақ жүріп, бір күні оған өзім бардым. Шынымен де ештеңе жатырқамай, артық сөзде айтпай, құмарымды қандырды. Өмірімді бірінші рет әйелдің құшағын сезінгенмен, бірден ол келіншекке бірге тұруға ұсыныс жасап, оны да пәтерге көшірдім. Сонымен інім, мен үшеуміз тұратын болдық. Басында ол келіншекпен шынымен де бақытты болдым. 3 ай бойы жаным тыныштық тапқанда еді. Үйге кірсем жылу, сөзге келсем мейірім.
Тағдырдың маған да бір сыйы бар екен ғой деп ойлайтынмын. Бірақ 3 айдан кейін бәрі тасталған болды. Мен ешқашан ойламаған, ақылға сыймайтын сұмдықтың куәсі болдым. Бұзық келіншегім өзім үшін жанымды қиған інімнің құшағынан бір-ақ шықты. Жаным жанып кетті. Інім одан 10 жас кіші, әлі бала ғой. Ал ол болса, ар-ұяттан безіп оны азғырды. Бір түні күдігіме көзім жетті. Ұйықтап жатырмын деп ойлаған олар бейқам еді. Келіншегім маған ұйықтататын дәрі беріп жүріпті. Ал менің көзім ілінген соң, екеуі таң атқанша көкпар тартады екен. Сол сәт жүрегіме пышақ сұққандай болды. Ашуға да, қайғыға да, жиіркенішке де толы жан айқайымды ішіме бүгіп қалдым. Қаным қарайып түн ішінде қақ бөлінген тағдырыма сенбей тұрдым. Қайтейін, екеуінде өлтіргім келді. Бірақ дәтім жетпей, есіктен шығып басым ауған жаққа жүре бердім. Бір кезде ғана есімді жиғандай болып, бастыққа барып ақша сұрап алдым. Қомақты қаржы еді. Байғұс бастығым маған сеніп бере салды. Үнемі тыныш жұмысымды істеп, артық әңгімем жоқ, маған сенді ғой. Сол ақша таусылғанша арақты іше бердім. Қанша күн екенін білмеймін. Әйтеуір қайыршылар тобырына қосылдым. Маскүнемдікке салынып қайыршылық күйге түскен кезім болды. Тағдырдан тепкі жеп, жаным жаралы болғанда, тіршіліктен түңіліп кеткенде, қолымнан жетектеп алып шыққан жалғыз жан құрылыс басындағы бастығым еді. Қайыр тілеп жүрген мені танып қалып, қолын созды. Қайта ауруханаларға апарды, емдетті, өзіне жұмысқа алды. Соның арқасында ғана адам қатарына қосылдым. Алайда ішкі жара жазылмады. Өйткені маскүнемдікке итермелеген күйік еді. Сүйген әйелім мен өзім үшін барын берген інімнің сатқындығы мені іштен өлтірген. Жанымды жегідей жеген сол сатқындықтан кейін мен әйел атаулыға сенуден қалдым. Қазір бір мекемеде күзетшімін. Бастығымның адамгершілігі арқасында өмір сүріп келемін. Бірақ жүрегім бос. Әлгі албасты әйелді көрмедім де, көргім де келмейді. Ал інімді іздеген емеспін. Ол да мені іздеп келмеді. Өмірім осылай сүреңсіз өтіп жатыр. Күндерім бір-біріне ұқсас, таңертеңгі күзет, кешкі шаршау. Кейде жанымдағы адамдар күліп ойнап жүргенде, мен үнсіз ғана сырттай бақылап тұрамын. Жүрегімде тек бос кеңістік. Арман да, үміт те әлдеқашан өшкен. Әңгіменің соңы.